Ал әңгіме басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет. Әлихан мен Айғаным. Алматының ең сәнді ауданында тұратын көпшілікке белгілі үлгілі жұп. Әлихан ірі маркетингтік агенттіктің тең иесі, ал Айғаным танымал дизайнер. Олардың әлеуметтік желідегі өмірі тамаша, шетелге саяхат, қымбат кешкі астар, бір-біріне деген мәңгілік махаббат. Бірақ бұл сәуленің артында суық, күдікке толы көлеңке жатқан. Олардың үйленгендеріне 7 жыл толған күннің кешінде Айғаным Әлиханға сәнді, сирек кездесетін коллекциялық сағат сыйлады. Айғаным, бұл сенің әрбір сәтті уақытының куәсі болсын жаным. Әлихан сағатты тақты. Ол әдемі еді, бірақ оның көзінде қуаныш емес, жасырын мазасыздық байқалды. Түн ортасына жақын Айғаным ұйықтап жатқанда, Әлихан жатын бөлмеден шығып, қонақ бөлмедегі қараңғы диванға отырды. Ол қалтасынан екінші телефонды, жұмысқа қатысы жоқ, жасырын нөмірді шығарды. Телефондағы соңғы хабарламаның үстіндегі уақыт 22:07. Хабарламада тек бір сөз жазылған. Қолхат. Әлихан хабарламаны өшіріп, телефонды диванның жастықтарының астына тықты. Ол өзінің тыныш, бақытты өмірін құру үшін 7 жыл бұрын жасаған үлкен қателіктің есігі енді ғана қағылып тұрғанын сезді. Ертесіне таңертең Әлихан жұмысқа кеткенде, Айғаным үйде жинап жүріп, диванның жастықтарының арасынан жасырын телефонды тауып алды. Ол телефонды қолына алғанда, жүрегі соғуын тоқтата жаздады. Оның есіне осыдан 7 жыл бұрын, олар некелесерден бірер күн бұрын, Әлиханның үйге қанды көйлекпен және үлкен қара чемоданмен келгені түсті. Сол кезде Әлихан оған: "Бұл біздің жаңа өміріміздің құпиясы. Ешқашан ашпа, ешкімге айтпа. Егер бұл құпия ашылса, біз екеуміз де жойыламыз", деп уәде алған еді. Телефон құлыптаулы тұр. Айғаным құлыпты ашуға тырысты, бірақ қолынан келмеді. Ол күйеуінің сырын білгісі келді, бірақ ол сырдың не екенін білсе, олардың идеалды өмірінің бір сәтте күйрейтінін де сезді. Ол телефонды Әлиханның ешқашан қарамайтын ескі қоймасына тығып, ештеңе болмағандай жүруге тырысты. Бірақ оның ішіндегі күдік, суық, өткір инедей оны мазалады. Айғанымның барлық іс-әрекет өзгерді. Ол Әлиханның әрбір сөзіне, әрбір қозғалысына мән бере бастады. Әлиханның соңғы кездегі алаңдаушылығы оның күдігін одан әрі күшейтті. Бірнеше күннен кейін, кешкі ас үстінде Әлихан телефонмен сөйлесіп отырды. Ол үнемі орыс тілінде сөйлесетін, бірақ бұл жолы ол сирек қолданатын араб тілінде сөйлеп тұрды. Әлихан: "Жоқ, мен оны әлі алмадым. Мен білемін. Бұл қауіпті. Бірақ оған уақыт керек. Сенің қолындағы қолхат, ол бізде болу керек. Бағасы қандай?" Қолхат сөзін естігенде Айғанымның жүрегі тоқтап қалды. Бұл сөз жасырын телефондағы хабарламамен бірдей еді. Келесі күні Айғаным Әлиханның үстеліндегі кітаптардың арасынан электрондық сағаттың нұсқаулығын тауып алды. Әлихан оған үйлену тойына сән салтанатты механикалық сағат сыйлаған еді ғой. Неге оған электрондық сағаттың нұсқаулығы керек? Айғаным мұқият оқыды. Сағат нұсқаулығының соңғы бетінде техникалық ерекшеліктердің арасында кішкентай әріптермен жазылған бір сөйлемге көзі түсті. Бұл үлгідегі сағаттардың барлығына ішкі, жасырын жад картасы орнатылған. Ол сағаттың белгіленген 7000 қадамнан артық қозғалысын тіркеген сәттен бастап, дыбыс жазуды автоматты түрде бастайды. Айғанымның миында бір сәтте барлығы бірікті. 7 жыл бұрынғы құпия, қара чемодан, қазіргі алаңдаушылық және жаңа сағат. Әлихан оған сыйлаған сағат, бұл ерекше сағат. Әрине, ол оның әрбір сәтті уақытын тіркеп жүр. Бірақ не үшін? Айғаным Әлиханның қоймада жатқан екінші телефонын алды. Ол телефонды ашудың жолын тапты. Ол Әлиханның туған күні емес, оның әкесінің қайтыс болған күні емес. Олардың үйлену тойы күнінің сандық коды еді. Телефон ашылды. Ішіндегі хабарламалар тазартылған, бірақ Айғаным бірден АА деп аталатын контактыны тауып алды.
Ол контактының пошта жәшігін ашты. Ішінде тек бір ғана құжаттың көшірмесі бар. 7 жыл бұрынғы Әлиханның жазған қолхаты. Қолхатта былай жазылған: Мен, Әлихан, қарызымның орнына Айғанымды беріп, оның мүлкінің иесі болуға келісемін. Менің қарызымды өтеудің шарты, Айғаным бұл туралы білмеу керек. Ол менің идеалды әйелім болып қалуы керек. Оның махаббат туралы айтқан барлық сөздері, сыйлықтары, олардың барлық бақытты суреттері бәрі де сатылған келісінің бөлігі ғана еді. Айғанымның қолында 2 үлкен қару бар. 1. Қолхат. Әлиханның оны қалай пайдаланған туралы дәлел. 2. Сағат. Әлиханның соңғы 7 жылдағы барлық сөздерінің жазбасы. Енді ол Әлиханның мақсатын түсінді. Әлихан қолхатты кері қайтарып алмақшы. Өйткені қазір ол бай және АА деп аталатын адам Айғанымды талап етуі немесе Әлиханның бүкіл мансабын құртатын ақпаратты жариялауы мүмкін. Айғаным Әлиханның оны шын сүйген-сүймегенін түсінбей, қазіргі бақытты өмірін құтқару үшін осы сұмдық құпияны мәңгіге көмуді, немесе ақиқатты ашып бәрін жоғалтуды ойлады. Кешкісін Әлихан үйге оралды. Ол тым шаршаған, бірақ жүзіндегі күдік бұрынғыдан да айқын. Әлихан: Айғаным, мен бүгін өте маңызды кездесуге барамын. Бірнеше сағатқа кешігемін. Сен ұйықтай бер. Ол тез киініп кетіп бара жатқанда, Айғаным оны тоқтатты. Айғаным: Әлихан, саған не болды? Сен алаңдаулысың. 7 жыл бұрынғыдай қанды көйлек пен чемодан алып келген кездегідей. Әлиханның көздері үлкейіп кетті. Ол не айтарын білмей артқа шегінді. Әлихан: Сен не туралы айтып тұрсың? Менің қолымдағы жалғыз чемодан менің жұмыс құжаттарым. Айғаным: Жоқ, Әлихан. Сенің қолындағы жалғыз құжат қолхат. Мен оны көрдім. Және мен жасырын телефонды таптым. Сен мені сатып алдым. Әлиханның беті қуарып кетті. Оның көзі үстел үстіндегі жаңа сағатқа түсті. Әлихан: Телефон. Ол менің ескі телефоным. Қолхат. Бұл ескі, қарыз туралы әзіл. Сен маған сенбейсің бе? Сен менің махаббатыма күмәнданасың ба? Айғаным: Махаббат? Сенің махаббатыңның шын екенін дәлелдейтін бір ғана нәрсе бар. Сағатты шеш. Әлиханның сағаты оның білегінде жарқырап тұрды. Ол сағатты шешуге қатты қарсылық білдірді. Өйткені ол сағатта 7 жыл бойы жиналған құпиялардың барлық дәлелі бар. Ол сағатты Айғанымға сыйлаған себебі де, егер бұл құпия ашылса, өз-өзін кінәсіз етіп көрсету үшін, яғни оған сенбейсің бе деп Айғанымды кінәлау үшін. Айғанымның бір ғана жолы бар. Сағатты алып, жазбаларды тыңдау. Ол Әлиханның қолынан сағатты жұлып алды. Әлихан оны тоқтатуға ұмтылды, бірақ кеш болды. Айғаным: Қазір мен оның не үшін керек болғанын білем. Сен менің әрбір сөзімді, сенің әрбір қадамыңды тіркедің. Енді сенің кезең. Айғаным сағатты қосып, ішкі жады картасынан соңғы жазбаны іске қосты. Жазбадағы дыбыстар бұл оқиғаның барлық шиеленісін бір сәтте шешті. Бұл 7 жыл бұрынғы емес, бүгінгі таңдағы жазба еді. Әлиханым дауысы өте қатты, өзімен өзі сөйлесу. Мен оны сатып алған жоқпын. Мен оны сол кездегі қылмыстық қарыздан құтқару үшін өзіңнің атыма жаздырдым. Қара чемодандағы ақша оның әкесінің қарызын өтеуге кетті. Қолхат оны бопсалаушылардан қорғау үшін жасалған жалған келісім. Айғанымның бақытты өмірін қамтамасыз ету үшін мен өзімді осы жылдар бойы жаман адамдай ұстап келдім. Жазбадағы дауыс үзіліп, басқа адамның дауысы шықты. АА дауысы: Еркін, мен бүгін Айғаныммен кездесемін. Ол әкесінің қарызын білгісі келеді. Қолхатты көрсетудің қажеті жоқ. 7 жыл бойы Айғанымды қорғағаным үшін рахмет. Оған шындықты айтатын уақыт келді, Әлихан. Әлихан: АА емес, Еркін екен. Айғаным сағатты жерге тастап жіберді.
Дыбыс жазбасы жалғасты. Әлихан: еркін. Жоқ. Ол бәрін білсе, менің оны қаншалықты сүйетінімді түсінбейді. Менің мақсатым оның бақытты болуы. Ол ешқашан сол қара чемодандағы қарыздың кімге тиесілі екенін білмеуі керек. Ол менің қателіктерімнің құрбаны болуы керек емес. Әлихан 7 жыл бойы өзін әйелін сатып алған суық, есепші адам етіп көрсетті. Шын мәнінде, ол Айғанымды оның әкесінің қылмыстық қарыздарынан қорғап, оның бақытын сақтап қалған. Қазір ол әлдебір А деген қауіпті адаммен емес, Айғанымның қарызын реттеуші, әкесінің ескі досымен кездесуге бара жатқан. Ол Айғанымның сүйіспеншілігін жоғалтса да, оның өмір сүру қауіпсіздігін сақтап қалуды мақсат етті. Ең үлкен қателік оның Айғанымға сенімсіздік танытып, өзін идеалды емес, тіпті қанішердей етіп көрсетуі болды. Айғанымның қолында сағаттың сынықтары жатты. Ол енді ненің шын, ненің жалған екенін білді. Оның 7 жылдық күйеуі ең үлкен құрбандыққа барған, ең үлкен өтірікті айтқан адам болып шықты. Ол есіктен шығып кеткен Әлиханның артынан жүгірді. Әлихан көлік тұрағына жеткенде, Айғаным оны құшақтап алды. Айғаным: еркін, мен бәрін білем. Сенің не үшін бұл істі істегеніңді де білем. Ешқашан мені қорғау үшін өтірік айтпа. Енді олай етпе. Біз екеуміз де бұл қателікті түзекеміз. Олар сол түні үйге оралды. Бұл олардың алғашқы шынайы, өтіріксіз түні болды. Олардың идеалды өмір құлады, бірақ оның орнына шынайы махаббат орнады. Қолхат пен сағат енді маңызды емес. Құрметті көрермендер, әңгіме осымен аяқталды. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.